негізі бар ғой, әйелдердің қазіргі баяғы кезде қалай болғанын білмеймін, қазіргі кезде әйелдердің білімге деген құштарлығы бар ғой, ізденіске келген кезде еркектерден қайда жоғары. Екі басы жоғары, иә. Мен өзім мынау Иорданияда оқып жүрген кезде Нұр Мүбарактың нелерінде студенттеріне сабақ бердім да, онлайн. Коронавирус болып қалды деген секілді ше. Одан кейін де бердім ғой енді. 30-40 бала отырады, ішінде қыздар бар, тапсырма бересің, немесе дайындалып келу мәселесі, сабақ айту мәселесінде, айбараны аудару мәселесінде балдарың жай болып қалады ғой. Қыздар деген сызып, жазып, бәрін аударып, тиянақты болып тұрады былай қарап тұрсаң. Яғни ілімге деген жидағаты өте жоғары қыздар. Еркектердікі мүлдем керісінше төмен да, былай қарап тұрсаң. Яғни қыздар сондай бір не болып келеді. Білімге дегенде, құлшылыққа деген кезде бұл тиянақты пысық болып келеді да. Бұл деген өте жақсы нәрсе. Жақсы нәрсе, иә. Өйткені біз керісінше әйелдерді бұндай білім алуын тоспауымыз керек. Егер әйелдерді біз білім алуын тосатын болатын болса, біріншіден өзіміздің ұрпағымыз. Бала кіммен болады көбінесе үйде? Әйелмен болады. Яғни егер де әйел білімді болатын болса, бала да білімді болады. Деген секілді. Егер де ол мешітке баруға мүмкіндік болмаса, ақшаңды болмайды, ана бір кезго, бильярд, бір нәрсеге құрта бермей ақшаңды, әйеліңе курс алып бер. Мысалы. Иә, мықты бір фихтан курс болсын, өзін дамыту болсын мысалы үшін, үйдегі бір. Болады ғой, әйелдерге арналған курстар болады деген секілді, соны алып бер. Қарайып қалуына себеп болма. Иә. Немесе оқып деген. Әйел адам сенің көлеңкеңді қалып кетпеу керек қой. Азаннан кешке дейін отырып алып сенің киіміңді жуып, дұрыс ол енді ол сауап, киім жуу деген нәрсе, тамақ істеу деген секілді. Бірыңғай сондай бір функциясын соған қараңғылықта қалдырып қоймау керек. Былай айтқанда, әйелді де сауаттандырып отыру керек еді. Өзің бере алмайсың, екі бастан оны бере алмайсың ба, бере алатын адамдардан курсын алып бер, кітабын алып бер деген секілді, тосқауыл бола бермей. Мүмкіндік көп, иә, Аллаға шүкір. Әдемі өзекті болды өте. Бір жағынан бұл сауап. Деп қойғызып айтамын басқа сұрақты. Әдемі, шынымен де өзекті енді. Әйел адамдар шынымен құштар. Саған не керек? Еркектерден ашуланып шығады, саған не керек? Өзі де білім алмайды, білімді алдырмайды деген секілді.